Қауқылдасу не деген сөз? Түсіндірме сөздік. Мұны қауқылда етістігінің ортақ етіс тұлғасы деп береді. Ал қауқылданы ашық жарқын, салдырлап сөйлеу, аңқылдау, қалбалақтау, далбалақтау деп түсіндіреді. Бірақ сөздің қауқыл деген түбірі тілімізде жоқ. Бұл парсы тіліндегі у-шу деген мағынадағы ғауға сөзі болуы керек. Сөз түбіріне зат есім жасайтын түркілік ыл жұрнағы жалғанып, ғауғыл, қауқыл болғанға ұқсайды. Алда есімнен етістік тудыратын жұрнақ, демек о баста қауқылдау, улап шулау, бей-берекет қатты дауыс шығарып, салдырлап сөйлеу дегенді білдіреді. Дегенмен қауқылдау жай ғана ашық жарқын сөйлеу емес, салдырлап, қаттырақ дауыстап сөйлеу дегенді білдіретін сөз болып қалыптасқан деп шамалауға болады.